Аймақ жаңалықтары. Әлемдік нарықта қара алтын бағасының құлдырауы мұнай өндіру көлемінің азаюына әкеп соқтыруда. Соның салдарынан облыстағы мұнай өндіруші және оларға қызмет көрсетуші компаниялардың қаржылық ахуалы айтарлықтай қиындап барады. Тығырыққа тірелген мұнайшылардың мәселесі Қазақстан Республикасының энергетика вице-министрі Мағзұм Мырзағалиевтің қатысуымен өткен кеңейтілген мәжілісте талқыланды. Қара алтын қоры сарқылған сайын оңай жолмен мұнай шығару дәуірі келмеске кетіп барады. Қалдықтарды барынша сығып алып жатқан компаниялардың жағдайы мәз емес, жақсара қоюда екіталай. Аймақ басшысы мұнай саласына қатысты болжамдарды жайып салып, шешілуі тиіс мәселелерге қазірден білек сыбана кірісу керектігін айтты. Ресми мәліметке сүйенсек, жыл басынан бері небәрі 6 миллион тонна мұнай өндірілген. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 510 мың тоннаға аз. Ал енді жыл соңына дейін мұнай өндіру көлемі 800 мың тоннаға дейін кемейді деген болжам бар. Демек, мұнай-газ саласына бағытталған инвестиция көлемі мардымсыз болып қалмақ. Қазақстан экономикасының локомотиві мен доноры саналып келген мұнай саласы қазіргі таңда мемлекеттің қолдауын қажет етеді. Мемлекеттің қалыптасуына ықпалын тигізген мұнайшыларға біз ризашылығымызды білдіреміз. Айта кетейік, 2015 жылдың 1 қазанына дейін үкімет экспорттық кедендік төлемдерге өзгеріс енгізеді. Қазіргі әлемдік мұнай бағасына сәйкес, бұл келер жылдан бастап мұнай саласындағы салық төлемдерін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Облыс әкімінің айтуынша, жер қойнауын пайдаланушылардың салықтарын 80%-ға дейін төмендету жоспарланып отыр. Экологиялық заңнамадағы басқа да төлемдер мен құжат әзірлеу сияқты жұмыстарға жеңілдіктер қарастырылмақ. До прошлого года получение государственной экологической экспертизы занимало 4 месяца. Былтырға дейін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын алу 4 айға созылатын. Оған қоса тағы 4 ай мерзім рұқсат алу жұмыстарда кететін. Шешім қабылданып, біз осы екеуін біріктіріп 2 айға қысқарттық. Сондай-ақ құжаттар тізімін азайтып отырмыз. Мамандардың пікірінше, тығырықтан шығудың оңтайлы жолы саланы әртараптандыру. Бұл ретте Қырымбек Көшербаев аймағымызда жүзеге асырылып жатқан ірі жобалар жөнінде айта келе, мұнай-газ саласындағы компанияларға осы жобалар бойынша қызмет көрсетудің жаңаша жолдарын қарастыруды ұсынды. Қалай болғанда да бірде-бір қызметкер жұмыссыз қалмауы тиіс. Негізсіз қысқартуға да жол берілмейді. Жергілікті билік сала басшыларына осындай талап қойып отыр. 8 ай қорытындысы бойынша Петроқазақстан шығынға жұмыс істеп жатыр. Бірақ қиыншылыққа қарамастан біз жұмысшыларымызды қысқартқанымыз жоқ. Компания келісімшарттағы барлық міндеттемелерді орындап отыр. Мұнай бағасы төмендесе де, жылдық жоспарды асыра орындауды мақсат етіп қойдық. 2 миллион 790 мың тонна мұнай өндіреміз. Дегенмен мұнай саласына қызмет көрсетуші компаниялардың жұмысы ақсап тұр. Облыс бойынша 50-ге жуық компанияда 30 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Олардың жұмысына төленетін ақы еліміз бойынша ең төменгі тарифтерді құрап отыр. Ол аздай мұнай өндірушілер сервистік компанияларға 100 миллиард теңге берешек болып қалған. Бұл түйткілде жергілікті биліктің назарында тұр. Жиын барысында аймақ басшысы бірқатар мәселелерді тездетіп шешу жолдарын қарастыруды тапсырды. Соның ішінде жергілікті кәсіпорындарды тендерге қатыстыру жайы сөз болды. Ни у кого нет такого права продавать входной билет нефтяной сервис. Нету. И ситуация такая экономическая заставляет нас. Акиматорусы, мы полезем во все ваши тендера и во все ваши конкурсы. Если что-то не так, то вы имейте в виду, что будете лбами сталкиваться с местной властью. А у нас нервов и сил хватает. Жиынды қорытындылай келе, облыс әкімі жер қойнауын пайдаланушылар мен оларға қызмет көрсетуші компанияларға әрдайым қолдау көрсетілетінін жеткізді. Мөлдір Құлмырзаева, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.